Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз өте жұмсақ әрі дәмді красный бархат пирогын пісіретін боламыз. Ең алдымен ыдысымызға айранымызды құйып, және де ас содасын салып, екеуін жақсылап араластырып, бірнеше минутқа қойып қоямыз. Сосын оны біз дайын болғанша ыдысымызға шекерімізді және де жұмыртқамызды салып, екеуін баяу миксерлеп бастаймыз. Естеріңізде болсын, баяу миксермен бастағандарыңыз жөн. Егер бірден жылдамдықты көбейтетін болсаңыздар, массаларыңыз дұрыс көтерілмей қалады. Соны ескерген дұрыс. Сосын біз оны жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне майымызды құямыз, сұйық майды. Оны кішкене ғана миксерлеп жібересіздер. Қатты миксерлеудің керегі жоқ. Сосын міне қараңыздаршы, дайын болған айранымызды 2 есе ұлғайған. Міндетті түрде осылай болу керек. Сұйық красителімді құйып отырмын. Сіздерде қандай краситель бар, қоссаңыздар болады. Мысалы, құрғақ краситель, ұнтақ секілді қалауларыңыз бойынша. Осылай екеуін жақсылап араластырып, дайын болған массамызға құятын боламыз. Сол кезде біз қатты миксерлеп жібермеңіздер, жай ғана миксерлейсіздер, жарай ма? Сосын оның үстіне біз дайын ұнымызды, қопсытқыш араласқан ұнымызды салып, печкаға 30 минутқа 150 градуста пісіріп аласыздар. Мінекей достар, дайын болды. Назарларыңызға рахмет. Міндетті түрде жасап көріңіздер, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.